Роты! Цель! Сектор! Ролл! Зе! Әйел адам бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Қай заманда болмасын қазақтың батыл жауынгер қыз-келіншектері отбасының ұйытқысы, тыныштықтың шырақшысы болумен қатар, елі мен жерін қорғау үшін шайқастарға да қатысқан. Тарихқа көз жүгіртсек, Томирис, Зарина сынды сақ патшайымдары, ержүрек Айтолқын, Айғаным, Бопай сынды әйел батырлары қол бастап атқа мінген. Қазақ әйелдері Хиуаз, Әлия мен Мәншік Ұлы Отан соғысы жылдарында да жан-жақтан бомба атқылаған Майдан даласында болып, қайсарлық пен батылдықтың жарқын үлгісін қалдырып кетті. Бүгінде жаны нәзік болғанымен ауыр жұмыстың жауапкершілігін арқалап жүрген қыз-келіншектер жетерлік. Қарулы күштер сапында да қолына қару алып отан алдындағы борышын абыроймен атқарып келе жатқан 6000-нан астам қыз-келіншек бар. Әйел заты отбасының берекесін келтіріп, мерейін үстем етеді. Бала-шаға қамқорлығы, үй ішінің берекесі мен отбасының айрандай ұюы да олардың мойнында. Сөйте жүре жанұясы мен мансабын қатар алып жүрген нәзік жандар да қаншама. Соның бірі 48 жасында қолбасшының орынбасары лауазымында жауапкершілігі мол қызмет атқарған отставкадағы полковник Мара Раимова. Нақтырақ айтқанда Астана өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының орынбасары болды. Мара Еркен қызы Нижний Новгородтағы медициналық институттың әскери медициналық факультетінің алғашқы түлегі. Қарулы күштердің құрылуынан бастап әскери өмірдің қызығы мен шыжығын көрген. Жаны нәзік болса да, бұйрық талқыланбайды деп қойылған тапсырмалардың барлығын тиянақты атқарып шыққан. Должность заместителя командующего регионального командования – это должность командного состава вооруженных сил. Командный состав – это элита. Өңірлік қолбасшысының орынбасары лауазымы бұл қарулы күштердің командалық құрамы болып табылады. Сол себепті оның жауапкершілігі де жоғары. Ойлаңыз, сіз тәжірибесі мол, жауапты, талапшыл, жүздеген командирлермен бірге қызмет атқарасыз. Шын мәніне келгенде, командалық құрамда қызмет атқару маған әйел әскери қызметшіге мүмкін емес тәрізді көрінетін. Алайда, сол кезде мемлекет басшысы мен қорғаныс министрі болған генерал-полковник Сәкен Жасұзақовтың бастамасымен гендерлік теңдік қағидасын ұстану ретінде осындай лауазымға бірінші болып мен тағайындалдым. Әлі есімде жиналысқа 5 минут қалған кезде кадрлар департаментінің бастығы келіп, Мара Еркен қызы, лауазымыңызбен құттықтаймын деген. Мен бұл жаңалыққа сенер-сенбесімді білмей, шынымен бе деп қатты таңғалған едім. Хочу сказать, что я, конечно, была поражена. Осындай сәттерде оған күш берген ол әрине отбасы. Тіпті жүрегінің жартысында осы қызмет барысында жолықтырған. Мы сдавали огневую подготовку. Но так случайно получилось, что почему-то накрыли на огневом рубеже не автоматы Калашникова, а пулеметы Калашникова. Гвардейск гарнизонындағы қорытынды тексеру кезінде полигонға оқ атуға барған едік. Алғаш рет Калашников автоматынан емес, пулеметтен оқ аттық. Қолымызға пулеметті бірінші рет алып отырғандықтан басшылық әрбір әйел әскери қызметшіге атыс барысын бақылайтын офицерді бекіту туралы шешім қабылдады. Маған жауапты болып сол бір кездегі аға лейтенант Нұрлан Битаев келді. Пулеметті қолыма алып, оқ ата бастағанда қобалжыдым. Қорқыныштан атыс алаңында көзіме көрінген барлық нысаналарды ата бердім. Маған: "Мара, сен барлық нысаналарды атып жатырсың" деп айқалады. Содан кейін тоқтап қалған едім. Бірақ Нұрлан: "Жақсы бастап келе жатырсың, тоқтама" деді. Содан тоқтамай барлық нысананың көзін жойдым. Осылайша біз алғаш рет атыс шебінде таныстық. Ол сәтті ешқашан ұмытпаймын. Вот там мы вот так на огневом рубеже друг друга с мужем и нашли. Үйде бала-шаға қамы мен үйдің тіршілігі, қызметте шешім қабылдау мен жаттығулар. Осындай сәттерде әйел адамда да шаршау болады. Бірақ оны еңсеру отбасының арқасы. Вахту вечером у вечного огня, да, у плиты никто не отменял. Әйел адам болғандықтан жұмыстан қанша шаршап келсең де тамақ қамы біздің мойнымызда. Өзіме де бос уақытты ас үйде өткізген ұнайды. Күйбен тіршілікте уақытты үнемдеу үшін әрқашан микротолқынды пеш, мультиварка, тоқ пештері сынды ас үй жабдықтарын қолдандым. Тіпті демалыс күндері кейбір тағамдарды әзірлеп, тоңазытқышқа салып дайындап қоямын. Кей кездері түскі аста үйге жүгіріп келіп, бәрін мультиваркаға салып, уақытын қойып кетемін. Кешке ас дайын тұрады.
үй болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Сондай ашуланып шаршап тұрған сәттерде дәмді торттар мен бәліш пісіремін. Себебі дәмді тағам мен хош иіс әрбір адамның көңілінің кілті. Бәрі ас үйге бас сұғып, не істеп жатырсың деп, көңілдері бір марқайып қалады. Запах выпечки – это особый аромат дома, особая атмосфера дома. Тиянақтылығы мен жан жылауының арқасында әйел адам қай саланы қолға алмасын нәтиже көрсетіп, жетістікке жетеді. Оның тағы бір дәлелі Қазақстанды алғаш рет тәуелсіз мемлекеттер достастық елдері арасында әйел әскери қызметшілерге далалық жағдайда жедел медициналық көмек көрсету үшін гигиеналық палаткаларды орнатуды жолға қойған Гүлпарида Байділдаева. Алғаш рет әйел адамдардың ішінен полковник шенін алған медицина ғылымдарының докторы, профессор Гүлпарида Байділдаева ғұмырының 40 жылын медицина саласына арнаған. Аудандағы аурухана қызметкерінен бастап, госпиталь басшылығы лауазымына дейін өскен. Әскери әйел адамның жүктілік кезінде кездесетін қиындықтары туралы мәселені көтере білді. Мәселен 2009 жылы жүктіліктің алғашқы күндерінен бастап әйелдерді физикалық және саптық даярлықтан босату мәселесін шешкен. Нөмір 37 бұйрықтың қабылдауына мұрындық болды. Осы салада 30-дан астам нұсқаулық әзірледі. Ғылымды тәжірибеде ұштастырды. Өзіміздің анау Бауыржан Момышұлы ауылдан болған, кішкентай кезден ол балалар сол кісіге ұқсасақ деп ойнайтын. Сондай болғымыз келеді. Сол патриоттық сезіміз сол кішкентай кезден деп ойлаймын. Мектепте оқығанда әрқашан бізде сол кісінің үлгі тұтатынымыз, сол әрқашан сол патриоттық сезіммен біз өстік. Жастарға тек қана алға шаршамау керек. Адам өзіне қандай талап қояды, сол талапқа әрқашан сол өзі жету керек. Мынау айтты, анау айтты, мынау бүйтіп жатыр, сөйтіп ешкімге қарамау керек, ешкімді тыңдамау керек, өз талаптарын, этапны бәрін жұмыс істеу керек. Все, соған жету керек. Бұл ауыр техниканы басқарып келе жатқан ер адам емес, танк тізгіндеген Таңшолпан, ефрейтор Таңшолпан Балғабаева. 30-212 әскери бөлімінде оқу-жаттығу тренажерлар ротасында аға маман болып қызмет атқарады. Т-72 танкісін жүргізу бойынша нұсқаушы. Нәзік жандыларды қойып, ерлердің өзі шыдай алмайтын ауыр салаға келу осындай батыл әйелдерге тән қасиет. Ыстығына күйіп, суығына төзіп, темірдей тәртібіне көніп, отбасы мен қызметті қатар алып жүргендердің қатарында Таңшолпан да бар. Танк Т-72 техникасын жүргізу оңай емес, онымен толықтай келісемін. Бірақ сөз бар ғой, көз қорқақ, қол батыр деген. Әскери салада жүргесін көп ойлануға да, қорқа да беруге болмайды. Сондықтан бұл да өз мамандығым деп есептеймін. Таңшолпан Балғабаеваның жұбайы лейтенант Құрманғазы Рахметов гвардейск гарнизонда спорт комитеті орталығының бастығы қызметін атқарады. Отау құрғандарына 14 жыл болған жұп, бүгінгі күні 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отыр. Қызмет пен отбасын тең ұстаудың негізгі құпиясы жанұядағы сыйластық, түсіністік пен сүйіспеншілік. Осы қағиданы берік ұстанған бұл отбасы барлық қиындықтарды бірге еңсеруде. Әскери қызметші болған адамның уақыты өте тығыз. Уақытты үнемдеу ол өз қолымызда. Күндіз жұмыста болсам да, кешке балаларыма көңіл бөліп, балаларымның тәрбиесі мен біліміне, үйдің тірлігіне, яғни ас мәзірі деген сияқты жолдасыма көңіл бөлуге тырысамын. Осындай сәттер барлығын ұмыттырып алдыға қарай жүруге қадам басуға күш беретіні анық. Ашылымды заттан, жүлемді сақтап, анасым деп мақтарым, аналайым деп. Ақ мамам. Ақ мамам. Ой, мала, жарайсың ба? Бұл былтыр әлеуметтік желіде кеңінен таралған видео. Қазақстандық 2 әскери қызметші толық жабдықпен 21 шақырым қашықтықты еңсеріп рекорд орнатқан болатын. Оның бірі әйел адам, лейтенант Назира Альбосынова. ақш-та өткен үздік жауынгер 2023 сайысында абсолютті жеңімпаз атанды. Ерлер мен әйелдер арасындағы жалпы рейтингте 6-шы орыннан көрінді. Сонымен қатар армия халықаралық ойындар аясындағы әлем жауынгері сайысында да 3 жыл қатарынан жүлделі орындарды бағындырып жүр. Қызметін сүйіспеншілікпен орындап, отан алдындағы борышын абыроймен атқаруға оған күш беретін бала күнгі арманы. Мектеп кезінде ең алғаш әйел әскери қызметшілерді көріп, әйел адам әскери адам бола алатынын білгеннен кейін бұл менің бала күнгі арман болып қалды. Сол кезден бастап мен әскери қызметші болам деп шештім. Бүгінде
өзімнің армандаған арманымда қызмет атқарып жүрмін. Қызмет пен үй тірлігінен бос уақыт тапқан Назираны спорт залдан табасыз. Күнделікті 5 шақырымды жүгіріп, жаттығуын жасап шынығады. Ұлы Даниал да анасы сияқты спортқа жаны құмар. Қазірдің өзінде 7 жастағы Даниал да Киокушинкай каратэден жасөспірімдер арасында республикалық облыстық қалалық чемпионаттың жүлдегері. Бала тәрбиелеуде оған ең алдымен үлгі бола білуін керек дейді Назира. Сол себепті ұлының кез келген шешіміне қолдау білдіруге дайын. Қайтпас қайсарлық, табандылық пен ер жүректілік, нәзік жанның бойында осындай қасиеттерді дарыта білген әскери қызмет. Әскер маған жеке басым өзіме көп мүмкіндіктер берді деп айта аламын. Мен өзімнің жаңа қырымнан, халықтың атынан өнер көрсетуге мүмкіндіктер берді. Әскери өмірдің тәртібіне, қаталдығына үйренуге мүмкіндіктер берді. Бүгінде қатерден қаймықпаған қазақстандық қайсар қыздар жерде, суда, тіпті көкте де ерлермен тең қызмет атқарып жүр. Соның бірі Жетісу гарнизондағы 18-де 404 әскери бөлімде радиотелефонист болып қызмет атқаратын ефрейтор Диана Смағұлова. Барлық әскери қызметшілер тәрізді ол да 4 сериалы Д6 жауынгерлік парашютмен бүгінгі күні бірнеше секірулер орындаған. Жауапкершіліктің жүк ауыр саланы атқарып, үйде ана әйел екеніңді ұмытпай, мейірім көрсетіп, қамқор болу әрине қиын. Мұндай сәтте жаныңа жақын адамның көмегі мен қолдауы қажет. Әскери әйел қызметкерлеріне көптеген мүмкіндіктер ұйымдастырылған. Жұмыста да, үйде де барлығын үлгереміз. Жолдасымыз екеуміз күн тәртібін реттестіріп алғанбыз. Мен жұмыста болған кезде ол қарайды, ол жұмыста болған кезде мен қараймын, ол басқа салада жұмыс жасайды. Осындайда жолдасының көмегі кәдімгідей білінеді. Әскери қызмет пен отбасы тірлігін қатар алып жүру ол да бір жеңіс деп санайды. Біздің тағы бір кейіпкеріміз Құралайды көзге атқан мерген гвардия сержанты Күнсұлу Қуанова. Танк батальоны материалдық техникалық қамтамасыз ету взводының медициналық бөлімше командирі болып қызмет атқарады. Барлық әскери қызметші тәрізді Күнсұлу да тұрақты түрде жауынгерлік және дене дайындығын шыңдап отырады. Оған дәлел Ақтау гарнизондағы теңіз жаяу әскери бригадасының танк батальоны 2023 жылы қарулы күштер арасында үздік снайперлік батальон атанды. Тартысты сайысқа гвардия сержанты Күнсұлу Қуанова да қатысып, әйел адамдардың арасында жақсы нәтиже көрсете білді. Жалпы біздің танк батальоны 2 рет бергендер сайысына қатысып, жүлделі жоғары орындарға ие болды. Оның бәрі қаншама еңбек, қаншама термен келді. Және осы сайысқа қатысып атсалысқаныма өте қуаныштымын. Далалық шығыстардағы жаттығуларға бірге қатысып, мергендер сайысына бірге қатысып жүріп, қаншама жұмыста жүріп шаршағанның бәрі осындай таза ауаға шығып, қызымен серуендеп шаршауының бәрін басам. Отан алдындағы міндетін абыроймен атқарып жүрген аруларымыз елбасына күн туса атқа қонып, қолына қару алудан қаймықпайды. Нәзіктігі өз алдында жинақылық, ептілік, батылдық қасиеттері де осы арулардың бойынан табылады. Елім десе еміреніп, ерлігімен, өрлігімен көзге түскен Әлия мен Мәншүктің ізбасарлары қаншама. Біз көрсеткен қыз-келіншектер солардың тек бір парасы ғана. Иық!